Қалайсыңдар? Бүгін олдың максималкасын көреміз. Менің ойымша бір 100 басса шіркін нормальный болады. А былай Урал стандартный, поршневой стандартный. Ешқандай моторға ешқандай не жоқ. Поршневойлар стандартный, головкалар өзінікі. Карбюраторлар уже PZ30. Китайский. Ускорительный насоссыз, обычный. Ускорительный насос. Қатты керек емес деп ойлаймын Уралдарға. Так, басқа қандай изменениесі бар мотордан. Зажигание обычный, контактный. Коробкасы уралский, обычный уралдікі өзінің родной. А вот редуктор 8-ка емес, уже 9-ка скоростной. Бірақ скоростной редуктор что-то ұнамады маған осы. Сезілмеді. Жылдан болған мотоцикл. Басқа ешқандай техникалық жағдайдан обычный Урал технический. Несі релесі базовский просто. Көреміз енді. Менің ойымша бір 100 басатын шығар деп ойлаймын. Үміттенемін как минимум. Вот алдырып қояйын. Менің ойымша 100 болған жоқ.
84 басыппыз. 84 деген, не айтам 84 деген? Бұл негізі 100-ден асыру керек, ойланбай. Төрт деген серьезно. Мүмкін зажигаем дұрыс. Қалай болды екен? Оталды бірақ. Ондай жұмыс істемей қойдым деп. Былай қарай бір салып болады екен. Білмеймін енді. Не болып тұрған?
Бүгін көңілден шықпады бұл жата. Скорик мүмкін 85. Да. Жарайды енді. Редукторға 8-каны салу керек па? Бірақ менің ойымша карбюратор қарау керек. Не ауа жетпей тұр, не бензин жетпей тұр. Келесі жолы мына воздухандарын алып көреміз. Сосын карбюраторды алып ішін тазалап көру керек. Немесе жиклердің күшін кеңейту керек кішкене. ПЗ-30 ғой. Аздау болып тұруы мүмкін болған өйткені. Ол 250 кубтық мотоциклға ғана салынады. Максимум. Бұл 650 куб, 320 кубтан болып тұру бір цилиндр. Ол да мүмкін. Бірақ менің ойымша жету керек бұл. Ауа жетпей тұру мүмкін. Көреміз енді, келесі жылы алып көреміз. Ал пока енді осы.